25 сәуірде Петропавл қаласында Аққайың, Есіл, Жамбыл, Қызылжар, Мамлют, Тайынша және Мағжан Жұмабаев, Ғабит Мүсірепов, Шал-Ақын аудандарынан жалпы білім беру пәндері бойынша республикалық олимпиаданың қорытынды кезеңіне 19 қатысушы келді. Олимпиада кезінде оқушылар Абу Досмұхамедов атындағы облыстық дарынды балаларға мамандырылған гимназия-интернатында орналастырылды. Олимпиада қатысушылармен жағымды көңіл-күй қалыптастыру және эмоциялық шиеленісті басу мақсатында психологиялық тренинг өткізілді. Бұл тренинг жоғары сынып оқушыларының олимпиадаға қатысу барысында оң көзқараспен қарауға мүмкіндік беріп қана қоймай, сонымен бірге осы жаста өте маңызды болып табылатын қиындықтарға оңтайлы көзқарасты қалыптастыруға ықпал етті. Олимпиада 25-26 сәуір аралығында Ю-стади облыстық тестілеу орталығында өтеді. Біздің өңірден 73 оқушы, оның ішінде Петропавл қаласының Назарбаев зияткерлік мектебінің 4 қатысушы қатысады. Бүгін еліміздің барлық өңірлерінде олимпиаданың қорытынды кезеңінің бірінші күні басталады. Қатысушыларға сәттілік пен жаңа жетістіктер тілейміз.